Assalamu alaikum barchаңа. Бүгін Poco ұялы телефонны ішіндегі барлық ақпаратты кетіріп, екінші телефоннан осыған барлық ақпараттарды көшіру жөнінде видео түсірмекпіз. Алдымен баптауларға кіреміз. Аккаунты и синхронизация деген мәзірге кіреміз. Соның ішінде міне Google аккаунт тұр. Осыған кіреміз. Астында тағы да, яғни еще деген батырма бар. Басамызда удалить аккаунт. Яғни бұл ұялы телефон тазаламас бұрын бұдағы Google аккаунтты кетіріп алуымыз керек алдымен. Яғни толықтай Google аккаунтты жоюымыз керек. Google аккаунт, удалить аккаунт. Google аккаунт кетті. Ендігі мәселе, қайттан баптауларға кіреміз. Şimdi расширенные настройки деген мәселеде тауып аламыз. Төмен қарай түссек, міне сброс настройки деп тұр. Яғни қайта қалыпқа келтіру. Төмен қарай түссек, стереть все данные деген бар. Барлық ақпаратты жою. Кейін осы терезе ашылады. Создать резервную копию и стереть все данные деген. Стереть все данные деген басамыз. Содан кейін бізге ескертіп шығып тұр, барлығы кетіп қалады деп. Окей, тағы азантай күтеміз. Екінші ескерту. Окейді бастық. Енді шамалы уақыт күтеміз. Телефон өшіп, қайта қосылады. Бұндай қатты көп уақыт алмайды. Мінекей қосылып жатыр. Содан кейін осындай мәзір ашылады. Мысалы тіл таңдаңыз дейді. Мен қазақ тіл таңдаймын. Келесі бетке өтеміз. Қазақстан белгілі. Келесі бетке өтеміз. Төмен қарай түсіреміз. Яғни келісімшартпен таныстым. Тағы келесі бетке өтеміз. Сим-карта тексеру. Мінекей. Екі сим-карта да шығып тұр. Келесі бетке өтеміз. Басқа желіге қосылу. Яғни Wi-Fi-ға қосылу ғой. Мінекей. Құпия сөзін жаздық. Wi-Fi-ға қосылдық. Біраз кіші тұрыңыз деп шықты. Асықпай күтеміз. Аяқталды. Қолтаңбаларын деректерді көшіру. Мінекей бауырлар. Маған керегі осы мәзір. Келесіге өттім. Менде қазір екі телефон арасын жалғайтын USB ұшыны жоқ. Сондықтан келесіге өтемін тағы. Тағы мәзір ашылды. Кәбіл жоқ па деген сұрақты бастым. Кәбілсіз көшіру дегенді таңдаймын. Мінекей. Осылай екі телефонның сурет шықты. Екінші телефонның мінекей. Қасына қойып қойайын. Іздеу жүріп жатыр. Неге бетіне келесі деген батырма шықты. Осы келесі деген батырманы басамыз. Ақпарат тексерілуде. Шамалы уақыт күтеміз. Мінекей бауырлар, бізге не істеу керектігі, ендігі қадамның қандай екендігі жөнінде анықтама шықты. Бұл яғни мен екінші телефоннан параметрі қолтаңбасына кіремін дейді. Яғни настройкаға кіремін. Одан кейін Google мәзіріне кіремін. Ішіне реттеу және қалпына келтіруге кіремін. Одан кейін жақын маңдағы құрылғыны реттеу. Сұраған жағдайда құрылғысын таңдаңыз. Яғни қандай телефон екенін сұраған жағдайда құрылғысын таңдайсыз. Мінекей мен настройкаға кірдім. Ішінде міне Google деген мәзірге кіремін. Сол кезде менде терезе ашылады. Ендігі мәселе реттеу және қалпына келтіру. Мінекей бауырлар, установка и сброс настроек. Яғни
реттеу және қалпына келтіру. Соның ішінде настройка телефон поблизости деген бар, яғни жақын маңда телефонда. Кіреміз де келесіні басамыз. Мінекей іздеу жүріп жатыр, яғни қосылу жүріп жатыр. Шамалы уақыт күткеннен кейін мінекей осындай терезе ашылады. Яғни бұл жерде біз тағы да келесі батырмасын басамыз. Ескі телефоннан келесі батырмасын басамыз. Мінекей. Тағы да келесі батырмасын басамыз. Сол сәтте бізден ұялы телефонның құпия сөзін сұрайды. Мен көп 4-ні салып қойғанмын. Мінекей копирование аккаунтов. Яғни аккаунтты көшіріп жатыр. Подождите, мінекей қабылдау басталды. Мінекей осылай барлық ақпараты, бүткіл ақпарат ішінде сурет, контакт, SMS хаттар барлығын көшіреді. Баптауларды барлығы осылай көшіріледі. Егер бізде осындай мәзір шығады. Яғни контактілер, фотосурет, бейнелер барлығын көшіресің ба деген, яғни белгілі деген келесі көшіруді басамыз. Осылай көшіру жүреді. Аккаунтты көшіріп жатыр, қабылдауды басам. Құпия сөз қойыңыз дейді. Өткізіп жіберейік, бұны әзірге қажеттілігі жоқ. Кейін қойып аласыз. Реттеу жалғастырамыз ба? Иә, жалғастырамыз. Тексеріліп жатыр. Тағы да шамалы уақыт күтеміз. Кейін менен Google Ассистент, яғни дыбыспен қосып, айыру, дыбыспен ашып, жабу, соған дыбыс енгізіңіз дейді. Мен өткізіп жіберем, бұның маған әзір маңыздылығы жоқ. Ассистент құрылғы құлыпты ашпастан кіріңіз. Иә, келісемін. Кейін керек болу үшін келісемін деп басам. Кейін бұны жалғасты. Google арқылы жылдам теріңіз. Банкомат тірке деп тұр ғой карточканы. Банкоматный карточканы. Оны тіркеп не аламын? Ақшамен сатып алатын Play Market арқылы дүниелерді пайдалануға ғой. Көшіру басталды. 5 минут қалды дейді. Аяқталды, көшіріп болды дейді. Копирование завершено. Бірінші ұялы телефонды жауып тастай берсек болады. Екіншісін дайын деген батырманы басамыз астыңғы. Жауып тастаймыз. Бауырлар, дайын деген батырманы басамыз. Телефон дайын болып қалды. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін дейді. Осылай өзім ұялы телефонды қазақ тілінде пайдаланғанды ұнатамын жалпы. Барлығына да кеңес беремін. Қазақ тілде өте жақсы, ыңғайлы. Негізгі баптаулар. Келесі жүйені дайындау жүріп жатыр. MIUI 14 дейді, M14. Ұялы телефонның маркасы. Баптау аяқталды. Астында батырманы басамыз, келесі батырманы.
Мінекей бауырлар. Мына бірінші телефоннан барлық ақпаратты, фотосурет, контакт, смс хаттары, баптаулар барлығын толықтай екінші телефонға көшірді. Аккаунттарды да көшірді. Осылай бауырлар, біріңе бәлкім көмегім тер, пайдасы болар деген ойда салып жатырмыз. Келесі видеоларда көріскенше аман саулықта болайық.